Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен бәріміз сүйіп жейтін балаларымыздың сүйікті тағамы макароны по-флотски тамағыны бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің парақшама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Менің каналымнан ерекше қарапайым рецептерді қазақ тілінде таба аласыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен мен сковородкамды қыздырып, осылай майымды құйып алдым. Оның үстінен тартылған етімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Менде барлық ингредиенттердің мөлшерлері описанияда жазылған, сол жерден көре аласыздар. Енді фаршымызды осылай қуырып жатып, үстінен 15 грамм сары майымды салып жібердім. Және сары майымыз ерігенше қуырып, оның үстінен пиязымды салып, жақсылап қуыра бастаймыз. Яғни пиязымыз сарғыш түске кіруі қажет. Дәл осылай қуырып, енді оның үстінен мен қызанағымды қабығынан ажыратып, осылай турап алдым. Енді тағы да жақсылап қуырамыз. Қызанақтың орнына кәдімгі томатты қолдансаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тұздарыңызды салып алыңыздар. Бұл арада мен суымды қайнатып алдым. Яғни суыма тұзымды салып, оның үстінен макарондарымды салып, піскенше қайнататын боламыз. Яғни макарондарымыз езіліп кетпесін. Осылай жоғарылау отта қайнатыңыздар. Енді достар, айта кетейін, мен бұл фарш пен пиязды орташа отта қуырып жатырмын. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштерді салып алсаңыздар болады. Мен жарты шай қасыққа жетер-жетпес қара бұрыш және жарты осылай қызыл болгарды салып жібердім. Болгар салу міндетті емес. Болгардың орнына сәбізді майдалап турап салсаңыздар да болады. Міне осылай мен макарондарым піскен соң, осылай суына ағызып қойып қойдым. Енді фаршты 10 минуттай бұқтырып қойдым. 10-15 минуттай ең төмен отта бұқтырып қойыңыздар. Енді астыны өшіріп, оның үстінен макарондарымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Мен осылай азғантай укроп салып жібердім. Петрушка, кейін салсаңыздар да, ол өз қалауларыңыз. Енді біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Достар, біздің тамағымыз дайын болды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.